Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздерге өзім әрдайым жасайтын шелпектің рецептін ұсынамын. Шелпектеріміз жұп-жұмсақ, дәмді, әрі жасалуы да өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен ұнымызға жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жылы сүтке 1 шай қасық тұз қосамыз. 2 ас қасық қант қосамыз. Және 1 ас қасық сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Жаңағы дайындаған сұйықтықты ұнымызға аз-аздан қосып отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырымыз дайын болған соң целлофанға салып 10 минуттай тындырып қоямыз. Он минуттан соң қамырды тағы да бір басып қоямыз. Июі қанған соң қамырды 1/7 бөлікке бөліп аламыз. Жаңағы бөліп алған қамырдың бөліктерін жаюға ыңғайлы қылып, біраз илеп қоямыз. Оқтаудың көмегімен барлық қамырдың бөліктерін жайып аламыз. Аса қалың да емес, жұқа да емес, орташа қылып жаямыз. Мінекей осылай жайып алдық. Енді қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша шелпектерімізді қуырып аламыз. Мен өзім үнемі осы рецептпен жасаймын. Шелпектерім жақсы көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мінекей достар, 7 шелпегім дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Егер де осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қолдап кетулеріңізді сұраймын.